азаматтар күш қайратты ұлт үшін аямай жұмсайтын орын болса. Мақсатымыз ұрпақ қамы. Ұранымыз алаш. Кез болған соң кер заман, біздің баққа жау жарағын асынып, мендік атқа заманы. Ел бастайтын ерлерге бұл бір зор сын, жаңа талап жасылан қарап жатпа заманы. Азаматы алаштың аттанатын күн туды, тұлпар мініп ту ұстап аттанатын күн туды. Жақпа тием дегенің сонда? Әрине, ол атақты, ақын, даңқты көрде тұр. Даңқын бір-ақ күнде жер жұтатын болады. Қандай бас алғың келсе, сондай бас болу керек өзіңде. Бастайтын қайдасың, көсемдерім, сөз бастайтын қайдасың, шешендерім заманы. Тәуекелге бел байлап, бастап тоқтап, тигізбесін жұртқа жау, кеселдерім заманы. Адам өмірі қымбат па, әлде еттің салығы қымбат па? Осыдан малды айдасаңдар, елді торады деп протокол толтырам. Ей, білгеніңді істе, тұрылай дейім. Азаматы алаштың аттанатын күн туды, тұлпар мініп ту ұстап аттанатын күн туды. Біле білсең, Дулатовқа жағылған қара күйе, сендердің маңдайларыңа басылған қара таңба, ол бүкіл қазақты оятқан Дулатов. Ондай алапат өртті ешқандай да топан су сөндіре алмайды. Ол бастайтын қайдасың, батырларым, өлең сөздің шебері, ақындарым заманы. Азаматтың міндеті елді қорғау, түскелі тұр басыңа, күшті толғау заманы. Қазір Қазақстанның 5 облысы мен 1 уезін аштық жайлап, 2 миллионға жуық адам шерге ас таппай отыр. Аға, аштарға өзіміз жәрдемдеспесек болмайды. Азаматы алаштың аттанатын күн туды, тұлпар мініп ту ұстап аттанатын күн туды. Айғайдасың ортаға, малыңды сал, азды көпті аямай, барыңды сал заманы. Жаны жомарт жақсылар, қайдасыңдар, мұсылманның жолына жаныңды сал заманы. Күрес ешқашан тоқтамайды, тіпті өліп қалсаң да. Алайда күрес жолында сағымға алдансақ, жеңілеміз.